Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге синнабон смакым дайындаймыз. Бізге ол үшін жылы сүт керек. Сүтімізді жылытып аламыз. Үстіне бір қасық дрожжімізді салып, одан кейін қантымызды салып, жақсылап араластырамыз венчигімізбен. Одан кейін 2-3 минутқа жылы жерге бетін жауып қоямыз. Алдын ала ұнымызды електен өткізіп, үстіне 2 жұмыртқамызды салып, өз қалауымыз бойынша қант салып, дайын болған массамызды құямыз және де сары майымызды ерітіп алып үстіне құямыз. венчигіміздің көмегімен араластырамыз, одан кейін қолмен жұмсақ қамыр едеміз. Қамырымыз қолға кішкене жабысу керек. Жан-жағын осылай тазалап алсаңыздар болады. Дайын болған қамырымызды 1-1,5 сағатқа жылы жерге орап қойып қоямыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Ашып, қамырымызды алып, кішкене ұн сеуіп, жайып шығамыз. Видеодағыдай 4 бұрышты етіп, қатты жұқа, қатты қалың болмауы керек. Оқтауымыздың көмегімен жайып шығамыз. Одан кейін қамырымыздың үстіне ерітілген сары майымызды құйып шығамыз. Мен арасына мак пен қантты араластырып салып шықтым. Одан кейін дәл видеодағыдай етіп рулетики қылып ораймыз. Жақсылап орап шығамыз. Жібімізді ұзындау етіп, жібіміздің көмегімен осылай кесіп алсаңыздар болады. Міне осымен біздің синнабонымыз дайын. 180 градуста 20-25 минут пісіреміз. Піскенше помадкасын дайындаймыз. Бізге ол үшін творожный сыр, сахарный пудра және сары май қажет. Шүйін қосып миксерлеп аламыз. Синнабонымызды пештен алып, ыстықта күйінде үстіне помадкасын жағып шығамыз. Суығаннан кейін алып жей берсеңіздер болады. Осымен біздің синнабон дайын. Сіздер де жасап көріңіздер.